аудан әкімдері осы жерде қатысып отыр. Аудандарға байланысты айтылды. Қай жерде қандай қауіп бар екені жөнінде аудандар осыны өздеріңіз жасаңыздар. Марат Ердәулетұлы, жаңа жоба жасап, мынаяқтан қаражат сұрай бергенді қою керек. Түсінікті. Ол енді миллиардтаған қаражат болса жақсы, көмектесеміз. Ал енді кішкентай ғана қаражатты ауданның әкімдіктері ұйымдастырыңыздар сұрады. Сұрада жұмыс жасап отқан азаматтар бар. Біреуі мектеп салып жатыр, біреуі су тартып жатыр, біреуі электр желілерін тартып жатыр, жол салып жатыр. Сол мекемелермен де сөйлесіп, демеушілікпен жасау керек осы жұмыстардың барлығын. Бұл қаражатты басқа жерлерге жұмсайық. Сол ауданның, ауылдың жолына, ауыз суына. Мына ондай бір үлкен жұмыс емес қой. Өздеріңіз шешіңіздер, әр ауданда осы мәселені. Көмектеседі. Сорада жасап отқан мекемелер дұрыс сөйлессеңіздер. Миллиардтап ақшасын алып, осы көмектестіріп жатырмыз ғой өңірге. Орадағы кішкентай жұмыстарға көмектеседі. Мекемелер бар мысалы. Үлкен мекемелер бар. Әсіресе Шелі Жаңақыран, Казатомпром сияқты мысалы. Шалқия сияқты. Солардың техникасын неге алмаймыз? Неге ұйымдастырмаймыз? Неге асарлатпаймыз осындай жұмыстарды? Жоқ, анарда отырып аламыз да миллиардтаған ақша сұрап отыра береміз. Олай болмайды. Ұйымдастырыңыздар. Жұмысты ұйымдастырам деген адам жолын табады. Ондай мүмкіндіктер бәр ауданда бар. Аралда да бар, Қазалыда да бар үлкен мекемелер, бәрінде бар. Сырдария, Жалағашта мұнай компаниялары бар. Алуға болады солардан. Кеше көмектесті ғой мысалы. Жаңа ғана үкімет басшысы айтып кетті мысалы. Қаншама үлкен кәсіпкерлердің қаражат салған кешегі. Су апаты орын алған кезде елімізде 260 миллиард теңгеден астам. Сол сияқты бізде де алдын алуымыз керек. Кейін осындай қауіп болып қалуы мүмкін десеңіздер, барлық мекеме көмектеседі.